Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңыздар. Оқушылар, мен сіздерге миға шабуыл әдісі бойынша жұмбақ жасырғым келіп отыр. Жұмбақты сағынып қалған боларсыздар. Қалай аталатын тауып көр? Ақшаға сатылатын, бұл ғажайып емес, қарапайым тауар. Мейрамбек. Жауап тауар. Тауар. Жақсы Мейрамбек, ары қарай. Айырбастауға немесе сатуға арналған өнім? Тауар. Жауабы тауар. Тамаша. Ал қанекей балалар, есімізге түсірейік. Нені өндіру керек? Тауарды. Оларды қалай өндіреміз? Қалай өндіреміз? Оқушылар? Қай жерде өндіреміз? Өндірісте ма? Өндірісте өндіреміз. Бұл тауарлар мен қызметтер кімге өндіруге болады? Халыққа. Енді балалар, әлемде 4 экономикалық жүйе бар екен. Сол 4 экономикалық жүйенің біз 4-ші экономикалық жүйені танысумен жалғастырамыз. Ол бізде аралас экономика деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар, экономиканың аралас түрі. Бүгін біз экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдерді пайдалана отырып, экономикалық даму ерекшеліктерін талдайды екенбіз. Сосын аралас экономикаға көшудің себептерін анықтайды екенбіз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қызықты ма? Оқушылар, экономиканың аралас түрлері ресурстар мен табыстарды бөлу, жекеменшік құқық, қоғамдық игіліктерді құру, ресурстар мен тауарлар нарығы, сыртқы фактордың ықпалын азайту, жеке бастамалар еркіндігі. Демек, экономиканың аралас түрі дегеніміз осы бүкіл мәліметтер қамтылады екен, иә? Енді оқушылар қараңыздаршы, жалпы экономиканың неше түрі бар екен? Кім айтады? Айта ғой. Экономиканың жалпы 4 түрі болады, ол нарықтық, дәстүрлі және жоспарлы және елдердің аралас экономикасы. Тамаша. Қараңыздаршы балалар, нарықтық экономикадан аралас экономикаға көшу себебіне тоқталатын болса, әскер, білім беру, денсаулық сақтау салалары, қоғамның кейбір қажеттіліктерін жоспарлы экономика тиімді қамтамасыз етеді, байлар мен кедейлердің арасындағы алшақтық және де нарықтық экономика кейбір салаларын жеңілдетеді. Байқап қарасаңыздар, нарықтық экономикадан гөрі аралас экономикаға көшудің басты себептері осыда екен. Енді жалпы кез келген мемлекетте экономикаға ауысу, жалпы мемлекеттің дамуына экономиканың әсер ететіні өте айдан анық, бірақ осы экономикаға әсер етпес бұрын бізде бірінші кезекте реформа жүргізіледі. Реформа дегеніміз не? Реформа дегеніміз балалар, сол мемлекетте белгілі бір дәрежеде жаңалық енгізу, экономикасында даму ерекшеліктерін зерттеуді айтады екен. Атап айтатын болсақ, мысалы, Людвиг Эрхардтың техникалық жаңартуға, өндіріске, ғылымға, ғылыми жаңалықтар енгізуге қаржы бөлген, ойын еңбегімен айналысатындардың жалақысын көтерген екен, жұмысшылар мен кәсіпкерлер арасында жаңа қарым-қатынастар орнатқан екен, кәсіпорын адамдары мен жұмысшылардан тұратын бақылау кеңесін енгізген екен. Бұл реформа нарықтық экономикадан аралас экономикаға көшудің реформасы екен. Кеттік. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Мына мен сіздерге карта берем. Осы картада мемлекеттердің экономикалық түрлерін қарап, көрсетсеңіздер екен, қандай экономикалық түрлері бар, соны анықтасаңыздар екен. Стартаға шығады. Экономиканың 4 түрі болады, және экономиканың 4 түрін қолданатын елдерді ата кетсем, бірінші дәстүрлі экономика ол Жапония, және командалық экономиканы қолданатын Ресей, нарықтық экономиканы қолданатын Латын Америкасы, және соңғы аралас экономиканы қолданатын ол Швеция елі. Ой, тамаша. Балалар, Диас дұрыс айтты ма? Дұрыс айтты. Өте жақсы. Демек, мемлекеттердің экономикалық түрлерін біз картадан белгілеп алдық. Енді
оқушылар, жалпы аралас экономика дегеніміз не екен балар? Кім біледі? Жалпы басында экономика төртке бөлінетінін айтып кеткендей, дәстүрлі, нарықтық және жоспарлы, және елдердің төртінші аралас экономикасы болып бөлінеді. Жалпы аралас экономикаға шаруашылықтың көптеген түрлері және оған жататын кәсіпорындар жатады. Оқушылар, аралас экономиканың әр мемлекеттік модельдері бар екен. Сол модельдеріне кітапты қолдана отырып, біз өз ойымызбен жеткізсек екен. Мінекей мен сіздерге оның бір нұсқаларын жіберіп отырмын. Ал енді аралас экономиканың шведтік моделі кім айтады екен? Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге және жұмыссыздықты ең төменгі жұмыссыздық және жоғары салық ставкасы азаматтарды әлеуметтік қорғаудың жоғары деңгейі, экономикалық өсудің салыстырмалы жоғары қарқындарының жоғары жұмыспен және халықтың әл-ауқатының үйлесуі және күшті әлеуметтік саясат жүргізуімен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар шведтік модель ақша нарығын реттеуге және үш негізгі элементке негізделген болатын. Біріншісі ол жұмыс орындарын құру, екіншісі күшті әлеуметтік қауіпсіздік жүйесін орнату және де байлықты қайта бөлу болып келеді. Экономикадан аралас экономикаға көшудің негізгі себептері неде екен? Бәсекелестікті дамыту, сапалы халық шаруашылығы тауарларын өндіру, оқшауланудан шығу, дүниежүзі мемлекеттермен қарым-қатынасты орнату. Демек, мына аралас экономикаға өтудің басты себебі осы екен. Енді аралас экономикаға бізде қараңыздаршы, Ден Сяопин жаңағы 1978 жылғы Қытай Халық Республикасының пленумында мынандай мәселелерді көтерген екен. Жерді жалға алу құқығы берілді, мал жеке меншікке сатылды, дәнді дақылдарды сатып алу бағасын 10-15%-ға өсірді, өндірістік технологияларды оқытатын жаттықтыру орталықтары ашылды. Енді балалар, ұлттық экономиканың жүйелерін қараңыздар, оқушылар, назар аударып қарасаңыздар, Куба мемлекеті ол жоспарлы экономикамен, Гонконг нарықтық экономикамен, ал қалған мемлекеттердің барлығы аралас экономикамен дамып келе жатыр екен. Атап айтатын болсақ, ақш, Жапония, Германия, Швеция және Қазақстан да аралас экономикаға кіреді екен. Аралас экономиканы нарықтық экономикадан, дәстүрлі экономикадан ерекшелігі неде балдар? Қалай ойлайсыңдар? Аралас экономика туралы не білдік біз бүгін? Аралас экономикада жалпы көптеген проблемалар қозғалады және олардың шешімі болып, жұмыссыздықтан айырылу, көптеген өндірістерді дамыту. Мысалы, аралас экономикаға ішіне Қазақстанда кіреді деген мәліметпен таныс болдық жаңа ғана. Және осы мәліметтерге сәйкес біздің еліміздегі өндірістерді тиімді пайдалану, осы да бізге аралас экономикаға жатады. Тақтаға назар аударсаңыздар, жалпы аралас экономика ұғымын кім енгізген екен? 20 ғасырдың 60 жылдары ағылшын америкалық экономисі Пол Энтони Самануэль Кейнстің еңбектеріне сүйене отырып, теориялық зерттеулерінде аралас экономика ұғымын енгізген екен. Балалар, келесі тапсырма сіздерге арналады. Қарасаңыздар, экономикалық жүйенің типтері, артықшылықтары, кемшіліктері және елдері. Осы тапсырманы кесте түрінде дәптерлеріңізге орындасаңыздар. Ал оқушылар кестені толтырып болса, кім дайын екен, кім айтып бере алады екен? Данара. Франциядағы аралас экономиканың негізгі басымдықтары ол неоэтатистік үлгі көшбасшылары экономиканың басты салаларын мемлекет меншігіне беруді және де осы мемлекеттік жоспарлауды қолдауында болды. Осы мемлекетке алу нәтижесінде энергия ресурстарын өндіру, ірі депозиттік банктер және де Рено және Берле сияқты ірі компаниялар мемлекетке өткен болатын. Мемлекеттік ұйымдар жағынан осы ұзақ мерзімді жоспарларды қаржыландыру тән болды. Қай мемлекетте нарықтық және жоспарлы экономиканың белгілері сақталған бүгінгі таңда кім айтады екен? Қазақстанда жоспарлы экономика Куба елінде, ал нарықтық экономика Гонконг елінде сақталған. сақталған. Ал аралас экономика?
Ал аралас экономикаға келетін болсақ, ол өзіміздің Қазақстан елі және де дамыған мемлекеттер қатарындағы ақш, Жапония, Германия және Швеция секілді елдер осы күнге дейін аралас экономиканы ұстанып келеді. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл тарихи диктант. Тарихи диктант бойынша бүгінгі сабақта не білдік, соны талдайық. Аралас экономика тақырыбы бойынша білімімізді тексерейік. Дүние жүзі экономикасында кім оқиды? Даниял. Дүниежүзінде экономика толықтай ұлттан құрылған мемлекет ол Куба. Куба мемлекеті. Жақсы. Әлемдегі экономикалық еркіндік баяндамасында бірінші орынға ие болған Гонконг мемлекеті. Нарықтық қатынастарға мемлекеттің араласу қажеттігін көрсеткен тарихи оқиға 1929 жылы болған ұлы дағдарыс. Келесі, экономикалық құлдырау мен депрессияның жағымсыз салдарынан азайту үшін бюджеттік және ақша несие саясатын қолдануды жақтаған кім екен балалар? Данара? Джон Мейнард Кейнс. Ой, тамаша. Кейнстің еңбектеріне сүйене отырып, теориялық зерттеулерінде аралас экономика ұғымын енгізген кім екен? Энтони Самуэльсон. Ой, тамаша, жарайсыңдар. Келесі тапсырма балалар. Тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екеніне назар аударайық. Кәнеки? Бірінші тұжырым кім оқиды? Диас. Аралас экономикада міндетті түрде мемлекеттік меншік басым болу керек. Бұл дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлайсың. Тамаша. Келесі екіншісі. Даниял. Германдық әлеуметтік нарықтық шаруашылықты қолданған экономика министрі Людвиг Эрхард. Дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс, жаман, тамаша. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары келесі кім оқиды? Оқиды. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары Қытай жоспарлы экономикасын толықтай бас тартты. Ол бұрыс. Келесі кім оқығысы келеді? Айта ғой. Мао Цзедун Қытайда нарықтық экономика белгілерін қабылдап, аралас экономикаға енгізді. Бұл дұрыс. Бұрыс деп ойлайсың ба? Жақсы. Тамаша, дұрыс балалар. Келесі? Келесі кім оқиды? Германияда ақыллылардың сыртқа кетуі қарқыны байланысымен өз еңбегімен айналыстыратын жалақысын көтерді. Бұл шешім дұрыс деп ойлаймын. Жауабы дұрыс па балалар? Жауабы дұрыс. Енді оқушылар, сіздерге серпілген сауалдар дейді. Серпілген сауалдар деп тұрғанымыз әртүрлі тақырыптағы сауалдар. Бірақ жалпы осы дүние жүзінде өткен тақырыптарымыз бойынша. Осы серпілген сауалдарға жауап берейік. Мен сауалдарды оқимын. Сіздер бірден жауап берулеріңіз керек. Кәлекей? Кез келген елдің экономикасына қандай үш мәселені шешу қажет? Айтам. Елге ең бірінші бізде өндірісті шешу керек. Сондықтан содан кейін сол өндірісті басқа елдерге жеткізу үшін бізде экспорт пен импортты дамыту керек, жасау керек деп ойлаймын. Экономиканың командалық жүйесінің негізгі кемшіліктері қандай екен оқушылар? Кәлекей? Менің ойымша бұл жүйенің кемшілігі ауызбіршілік болмайды. Жақсы. Ал енді оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын болса, бізге дәстүрлі экономиканың ерекшеліктері неде екен оқушылар? Дәстүрлі экономиканың жүйесінің негізгі белгілері қарапайым технологиялардың басым болуы, қол еңбегінің басымдылығы, осыған орай экономиканың тұрғыдан қатысушылардың зияткерлік көрсеткіштеріне білуге болады. Негізгі экономикалық мәселелердің ғасырлық дәстүрлерге сәйкес шешілуі, тауар айырбасы шектеулі сипат алуы. Бүгінгі сабағымызды бағалайтын болса, сіздерге өте сабаққа белсенді қатысып, өте жақсы жауап беріп отырған оқушыларға өте жақсы, жалпы белсенділік танытып отырған оқушыларға жақсы деген бағалайды. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, жоспарлы экономиканы оқу.